Ясая не деді, естідіңдер ме? Қайыршы тобыр деді бүкіл қазаққа. Толпа нищебродов. Бүгін шетелдегі оппозиционер Қазақстанда тыйым салынған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының жетекшісі Мұхтар Әблязов жұртты наразылыққа шығуға шақырған. Митингке шыққандар Қытай азаматтарының Қазақстанға визасыз кіруіне қарсылық білдіріп, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы мен Еуразиялық экономикалық одақтан шығуын, Қазақстан халық ассамблеясының жұмысын тоқтатуын талап етті. Қытай деген виза ашылмай жатып, қаптап жатыр. Ертең ашылса не боламыз? Шекараның бәрі кіруіне қарсымыз. Үндемей жүресіңдер манжық құсап. Айтыңдар. Алаңды қоршаған полиция митингтің заңға қайшы екенін айтып, наразылыққа шыққандарды күшпен алып кетті. Куда? Роботы.